Жыл сайын бұл бағдарламаға 4000 адам тапсырады және олардың арасынан тек 130 үздігі өтеді, шамамен 3,5%, және әр елден бір адамнан таңдап алады. Кезінде маған осы Қазақстаннан таңдалуды бұйырды, Құдайға шүкір. Бұл бағдарламаға тапсыру негізі, білмеймін, жалпы осы магистратура бағдарламаларын салыстырсақ ең қиындарының бірі болды мен кезімде. Себебі бастапқы этапта 4 эссе жазу керек болды, 4 рекомендациялық хат, яғни мен мұғалімдерім, профессорлерім, университетім мені рекомендация ету керек болды, IELTS жоғары керек болды, негіз 7-тен 0 талабы, менікі 8,5 болды. Және әрине өзіңді ерекше көрсетуің керек. Бірінші кезең, егер осы жазылған заявка арқылы іріктелсе, кейін осы 4000 адамнан 400-ін интервьюға шақырады. Әлемнің түкпір-түкпірінде менің интервьюім